Ассалаумағалейкум қазақ елі. Достар, қараңыздар. Түркияда осылай Түркияның байрағымен мақтан тұтатты. Бүкіл жерде байрақ бар. Қазақстанда неге осылай Қазақстанның туын, байрағын осылай неге ілмейді? Білесіздер ме неге? Өйткені Ресейге тәуелді. Егемендігіміз жоқ. Сондықтан осылай қазақтың байрағын, туын бүкіл парктерге осылай үлсе, Ресей сыбағасын көрсетеді. Сондықтан Тоқаев, әкімдер, ФСБ-ға бағынатын КМБ қорқады осылай. Неге осылай байрақтарды ілмеске? Айтыңдаршы, неге? Өз тәуелсіздігімізден, өз туымыздан сонда ұяламыз ба? Әлде орыстардан қорқамыз ба? Айтыңыздаршы шоны. Қараңыздаршы, бүкіл жерден. Бүкіл жерде міне. Бүкіл жерде. Осылай. Мысалы бүгін мейрамы емес. Осылай мақтан тұтатты өз байрағымен, өз туымен. Қазақтар кімнен қорқады? Жарайды, акимат қорқады дейміз. Қазақтар неге машиналарына байрағын ілмейді? Орыстар Ресейдің туын іліп қойып жүреді, Қазақстанда жүреді. Өз машиналарына іліп қойып. Қалай ойлайсыздар? Комментарийда жазыңыздар.